Мына макселин өнімі біздің қазақстандық өнім, әлемдік деңгейдегі жаңағы рынокқа шыққан өнім. 5 жыл болды осы қазақстандық біз Алматыда завод шығарып жатырмыз. Бұл не өнім? Бұл біздің ішкі құрылысымызға қажетті пайдалы бактерия, ацидофилус лактобактериус. Негізінде тарихына келетін болсақ, бұл өнімді цар заман кезінде Мечников тапқан екен. Ацидофилус лактобактериус тапқан. Ол бактерияны грибоктарды өлтіретініне дәлелдеген. Енді одан кейін бертіндері Максим Иванов деген биотехнолог зерттейді, және де нақты антибиотиктерға шыдамды қылып, Максим Ивановтың қызы 86 жылдары шығарады. 25-85 деген шыдамын шығарады. Яғни мына бактериямен, ацидофилус лактобактериуспен біз өзіміз бірге туамыз. Яғни сіздерге бәріне белгілі ғой, бізде ішкі құрылысымызда пайдалы бактерияларымыз болады, пайдасыз бактерияларымыз болады. Сол пайдалы бактериялардың бірі ацидофилус лактобактериус біздің ішектің қырындысында болу керек екен. Енді қазіргі таңда көп адамдарда мысалы иммунитеті түсіп қалды деп айтады, жаңағы аурушаң, вирустық ауруларды тез жұқтырып аламыз, семіздік көп болып кетті, немесе адамдар көп болып кетті, одан басқа мысалы балаларымыз әлсіз, садикқа барса обязательно вирус жұқтырады деген сияқты. Сол темалардың барлығын шешетін осы ацидофилус лактобактериус. Бұл пробиотик деп есептелінеді. Ішкі құрылысымызға кіргендіктен бұл өзі ішкі құрылысымызда қалыптасады. Яғни қалыптасады да өседі. Өскеннен кейін ол өзі іштегі керекпейтін, жаңағы орысша айтқанда гнилостно-патогенный вещества дейді, шірінді заттардың барлығын қудалап шығарады, паразиттердің барлығын шығарады. Бұның бір ерекшелігі синегнойная палочка деген паразиттерді шығарады, хеликобактерді шығарады, және де басқа да паразиттердің барлығын шығарады. Сол паразиттер шыққаннан кейін олардың личинкаларына шейін тазалайды. Ол паразиттерден арылған адамның иммундық жүйесі нығайтылады, өз орнына келеді иммундық жүйесі. Одан кейін pH среданы нормаға келтіреді. Яғни ішкен, жеген, кез келген тамақтарымызды дұрыс қорытқыздырып, дұрыс біздің организмімізге сіңіруге көмектесетін өнім. Қазіргі таңда көбінесе мысалы моданы қуалап, әртүрлі газды өнімдерді ішеді, жаңағы құрғақ өнімдерді іше салады балаларымыз, барлығы. Балаларға да ішуге болатын, балалардың тәбеттерін ашады, аппетиттерін ашады. Яғни мысалы тәттіге құмар балалардың тәттіге құмарлығын тоқтатады да ас жеуге тәбетін ашады. Одан кейін кез келген адамның ұйқысы жөнделеді, жаңағы бірдеңеге саланып жүреді постоянно. Қазіргі кезде нервный адамдар, нервдері, жүйкелері тозған әбден, солардың жаңағы нервный процестерін, жүйке процестерін барлығын қалпына келтіретін осы біздің макселин деген таза табиғи өнім.